Бұл сабағымызда масштабқа байланысты есептер шығаратын боламыз. Алдымен масштабтың анықтамасына тоқталатын болсақ, картадағы кесінді ұзындығының оған сәйкес жер бетіндегі қашықтыққа қатынасын масштаб деп айтамыз. Енді мысал үшін былай алайық, бізде мынандай тікбұрышты бөлме берілген болсын, оның шынайы ұзындығы 8 метр және ені 5 метр болсын. Осы бөлмені біз картаға сызатын болсақ, картада біз оның ұзындығын сәйкесінше 8 сантиметр және енін 5 сантиметр деп алайық. Енді осының масштабын табатын болсақ, масштабтың анықтамасына тоқталамыз. Кесінді ұзындығын аламыз. Кесіндінің ұзындығы 8 сантиметр болып тұр. Және оның жер бетіндегі, яғни шынайы ұзындығына бөлеміз. Шынайы ұзындығы 8 метр. 8 метрді сантиметрге айналдыратын болсақ, 800 сантиметр болады. Осы бізде масштабты береді. Яғни 8 бен 800-ді қысқартатын болсақ, 100-ден 1 болады. Сонда бұның масштабы 1 бөлінген 100-ге тең деген сөз. Енді масштабқа байланысты есептер шығарамыз. Бірінші, Батыр әкесінің машинасының кішірейтілген өлшемін қағаз бетіне салды. Масштабы 1 бөлінген 87. Егер қағаз бетіндегі машинаның ұзындығы 5 сантиметр болса, шын машинаның ұзындығы неге тең? Бұл есепті де шешу үшін масштабтың анықтамасына тоқталамыз. Яғни анықтама бойынша картадағы кесінді ұзындығын аламыз. Яғни бұл жерде кесіндінің ұзындығы 5 сантиметр болып тұр. Соның шынайы ұзындығына қатынасы, яғни шынайы ұзындығы бізде белгісіз. Осы бізде масштаб болып тұр дейді, яғни 1 бөлінген 87 деген сөз. Қарапайым пропорция шықты бізде. Осы теңдіктен x-тің мәнін табамыз. X-тің мәнін табатын болсақ, 5 сантиметрді 87-ге көбейтеміз, оны 1-ге бөлеміз. Нәтижесінде 435 сантиметр шығады. 435 сантиметр дегеніміз 4,35 метр деген сөз. Екінші есеп. Шымкент пен Түркістан қалаларының арасы 150 километр. Картада олардың арасы 30 сантиметр болса, масштабты табыңыз. Енді масштабтың анықтамасы бойынша бірінші оның кесіндінің ұзындығын жазып қоямыз, ол 30 сантиметрге тең. Енді осының шынайы ұзындыққа қатынасы, яғни 150 километрге қатынасы бізге масштабты береді. Енді бұны ары қарай түрлендіретін болсақ, 30 сантиметрді өз күйінше жазамыз, ал 150 километрді сантиметрге айналдырамыз. Оны сантиметрге айналдырмас бұрын бірінші метрге айналдырамыз. 150 километр дегеніміз 150 мың метр деген сөз. Яғни 3 нөл тіркеледі. Енді метрді сантиметрге айналдыру үшін 2 нөл тіркейміз. Бұл жерде 0 мен 0 қысқарады. Одан кейін 3 пен 15 қысқарады. Нәтижеде 5 қалады. Одан бөлек астына 5 нөл жазылады. Үстіне 1-ді қоямыз. Сонда бізде масштаб 1 бөлінген 500 мың болып шықты. Ол бізде Е жауабы болады. Үшінші есеп. Тік төртбұрышты алаңның ауданы 73500 метр квадрат. Осы алаңды масштабы 1 бөлінген 7000-дық сызбада кескіндегенде ұзындығы 5 сантиметр тік төртбұрыш шықты. Алаңның жер бетіндегі ені неше метр? Енді бұл есепті шығару үшін алдымен сызбасын сызып көрсетейік. Мынау шынайы ұзындық болсын. Осының ауданы 73500 метр квадрат дейді. Енді соны картаға кескіндеген кезде ұзындығы 5 сантиметр болып шықты. Енді масштабына назар аударатын болсақ, 1 бөлінген 7000 дейді. Яғни 7000 есе кішірейтілген деген сөз. Шынайы ұзындығын табуымыз үшін мына ұзындықты 7000-ға көбейтуіміз керек. Нәтижеде 35000 сантиметр шығады. 35000 сантиметр дегеніміз 350 метр деген сөз. Сондықтан мына жерге 350 метрді жазамыз.
Енді бізге енін табу керек. Енін табу үшін ауданын ұзындыққа бөлеміз. Ауданы 73500, ал ұзындығы 350-ге тең. 210 метр болады. Яғни бұл жерде С жауабы болады.